Армандардың ар жағында. Жамал 28-де. Өмір тек биікке өрлеп келе жатқандай көрінетін. Бала кезінен бері қолы неге тисе, соның бәрін жүзеге асырып үйренген. Ауқатты отбасының ерке қызы. Одан қалса, өзі де бизнес бастап, сұлулық индустриясынан тауыс тауып үлгерген. Жас кезінен ақ менің күйеуім тек армандағыдай болуы керек деп ойлайтын. Көзі мөлдір, иығы кең, күлкісі жылы. Ең бастысы бай. Өзі секілді материалдық қажеттіліктен жоғары тұрған, талғамы биік адам болса дейтін. Мұқанмен танысқанда соның бәрі орындалғандай болды. Әдемі, сымбатты, өмірі өте жақсы, бірақ ішінде алай құйын мінезі бар жігіт. Алғашында ол Жамалды аспанға көтеріп, жерге түсірмей, уәденің астына көмген. Бір ай ішінде тұрмысқа шықты. Жамал алғашқы кеште күйеуінің өзге әйелдерге аңсар көзбен қарайтын байқап, ішінен дір ете қалды. Махаббат па, әлде құмарлық па? Айырмасы болмады. Бір қарағанда бақытты, бір көргенде бос. Бірде айна алдына ұзақ қарап тұрып қалды. Өзінің нәзік денесін, жалпақ иықсыз, жіңішке белін, кішкене төсі мен жалпақ бөксесін өлшегендей қарады. Мүмкін менде кінә бар шығар. Еркектер неге әрдайым дөңес пен домпаққа көз сүзеді? Дәл сол сәтте шешім қабылдады. Өзгеру керек. Жасанды болса да сұлу болу керек. Кірпік жалғап, ерін үлкейтіп, қасын бояп, макияжбен мүсіндей бастады. Артынша пластикалық хирургияға жүгініп, өз денесіне сүйікті болуды қайта жасады. Күйеуінің көзін өзіне аудару үшін бәрін істеді. Бірақ бір нәрсе өзгермеді. Мұқанның көңілі ақшада еді. Сен менің жанымсың, Жамал, тек сен ғана түсінесің. Картаңа ақша аударуым керек, деді Жамал. Сол сәтте Мұқанның жүзі жайнап, алақанын уқалап, тіпті сол түні ерекше ыстық өтті. Жамал алғашында бақыттымын деп ойлады, бірақ шын мәнінде күйеуінің махаббаты емес, қалтасы ғана толы екенін кеш түсінді. Сүйем деген Мұқан көп ұзамай басқа біреумен ұсталды. Жамал ұрыс шығарған жоқ, тыныш қана ажырасып, есік қағып шықты. Жан жарасы терең еді, бірақ көз жасын көрсетпеді. Мен сүйгем жоқ екен оны. Мен тек идеалды өмір сүргім келді. Ал ол өмір иллюзиясы. Арада бір жыл өткенде кафенің сыртында сол Мұқанды қайта кездестірді. Көзі баяғы, күлкісі таныс, бірақ жанарында өзгеріс бар. Екеуі үнсіз қарап тұрды. Сен әлі де сондай кереметсің, Жамал. Бірақ сен мені жоғалтқансың. Бірақ тағдыр айныды. Сол кештен кейін Жамал мен Мұқан қайта кездесе бастады. Жамал Мұқанды қайта көрген сәттен бері жүрегіндегі ескі дақ қайта қансырағандай болды. Сол күннен бастап ол өзі аңғармай Мұқанның әлеуметтік желілерін ақтара бастады. Профиліндегі жаңа фотосуреттер, стористегі күлімсіреген бейне, бәрі жүрекке оқтай тиеді. Ол суретте Мұқан жалғыз емес, қасында өзіне ұқсайтын жас келіншек тұрды. Мені ұмытты ма, әлде менің орнымды біреу оңай басты ма деп ойлады. Бірақ көңілінің түбінде, өзінде Мұқанға деген сенбейтін. Ол Мұқанды жақсы білетін, бүгін жанын берсе, ертең сатып кете салатынын білетін. Дегенмен, неге екенін өзі де түсінбестен бір күні өзінен бұрын Мұқан тұратын ескі ауданға барып, сол үйдің маңынан өтіп кетті. Өз көлігінің ішінде ұзақ отырып, ұзақ күтті. Тек есік ашылса, Мұқан көрінсе. Сағыныш соқыр, ақылмен емес, жүрекпен көреді. 2 аптадан соң Мұқан хабарласты. Қалайсың? Жақсы. Сені көргім келеді. Жамалдың жүрегі тарс етіп, кеудесінен шығып кете жаздады. Сол баяғы ұн, сол баяғы саз. Бірақ неге? Біз біттік қой. Сенің көзіңді көргім келеді. Бір сәт қана. Кездесті, ескі кафе. Мұқан қолынан ұстап. Кешір мені, мен ақымақ болдым, деді. Жоқ, сен өтірік айтасың, әрдайым. Жамал орнынан тұрды. Кету керек еді, бірақ сол бір кешірілмейтін кешірімді жүрегі әлде қашан беріп қойғандай. Сол түннен кейін Жамал іштей өзгерді. Ойын әлсіз сезінді. Сезімі алаяқ секілді алдап соқты. Мұқанмен сөйлескісі келмесе де сөйлесті. Кездескісі келмесе де кездесті. Мұқан бұрынғыдай тәтті сөз айтатын, күлкісімен жылытып, қайта суытатын. Біздің арамызда әлі де бірдеңе бар, солай ма, деп сұрады Мұқан. Бар, бірақ сенің шынайы емес екеніңді білем. Жамалдың өзі де сезді. Бұл енді махаббат емес, тәуелділік. Бір кездері арман болған еркек қазір шындыққа, азапқа айналып бара жатқандай. Күндер өте берді. Күндіз іскер әйел, жайдары, іскер, сырт көзге бақытты. Кешке
Жанын жалғыздық жейді. Түнде Мұқанның қоңырауы. Неге мен кетпеймін онда? Неге үмітімді үзе алмаймын? Неге өзімді осылай қорлаймын? Жамал айнаның алдында тұрды. Тері мінсіз, шашы сәнді, денесі идеал. Бірақ көзіндегі бостық ештеңемен толмайтын. Өзін қанша керемет әйел деп сендірсе де, ішіндегі кішкентай қыз жылап тұрды. Бұл өз-өзімен соғыс. Бір шетінен намыс, екінші жағынан сағыныш. Қайсысы жеңерін уақыт көрсетеді. Бір кеште мейрамханада отырған кезде оған бейтаныс жігіт жақындады. Ірі компанияның өкілі екен, ұстамды, сыпайы, көзі сенімді. Сізбен танысқым келеді. Мүмкін бір күні бірге кофе ішерміз? Мүмкін, деп күліп жауап берді Жамал. Ол түнде ұзақ ойланды. Бұл жігіт басқа, Мұқанға мүлде ұқсамайды. Бірақ сол сәтте телефонына тағы хабарлама түсті. Мұқан, сен әлі мені сүйесің. Мен сені күтем. Жамал жүрегін екіге жарып тұрғандай күй кешті. Бірі жаңа өмір, екіншісі ескі, бірақ таныс от. Қайсысын таңдарын білмеді. Жамал сол ұсынысты қабылдады. Әлгі жігіттің аты Арман еді. Бірнеше күннен соң олар кафеге, кофе ішуге кездесті. Арманмен сөйлесу жеңіл, ешқандай қысым жоқ. Сөздері жылы, көзқарасы шынайы. Жамал алғаш рет өзі үшін еркін демалғандай болды. Сен мүлдем басқа әлемсің, деді Жамал. Сен де, деп жымиды Арман. Кешкісін үйіне қайтып келе жатып, телефонына тағы да хабарлама келді. Мұқан, не істеп жүрсің? Кім менсің? Жамал бір сәт үнсіз қалды. Өз өмірімдемін Мұқан, деп жауап берді. Бірақ мұны жазғанда жүрегі шым етті. Арманмен кездесулер жиілей түсті. Ол Жамалға біртүрлі тыныштық әкелетін. Шынайы жанашыр, тіпті Жамалдың ішкі жарасын сөзсіз түсінетіндей көрінді. Сен қиналғансың, жанардан білінеді, деді бір күні. Қанша тырыссам да ұмыта алмайтын біреуім бар, деді Жамал ақырын. Мен асықпай күтем, тек өтірік айтпа. Жамал алғаш рет өзін кешіріммен қарайтын адам тапқандай болды. Бірақ дәл сол түні Мұқан қоңырау шалды. Сағындым, үніңді сағындым. Жамал үндемеді, бірақ жүрегінің бір бұрышында сағындым деген сөзге әлдеқашан жауап беріп қойғандай. Көктемде Арман Жамалға ұсыныс жасады. Бәрін бірге бастайық, сен менің әйелім болшы. Жамал ұзақ отырды. Үнсіз, көзіне жас келді. Ол сүйетін еркек бұл ұсынысты ешқашан айтпаған еді. Ол келісті, өзін сендіруге тырысты. Арман дұрыс адам, Мұқан әлсіз. Той шағын, шул емес, шынайы болды. Дегенмен, дәл неке қиылар сәтте Жамалдың ойында басқа есім жаңғырып тұрған еді. Тұрмыстағы алғашқы айлар жақсы өтті. Арман қамқор, мейірімді. Жамал да өзін жақсы әйел ретінде көрсеткісі келді. Бірақ түнімен оянатын болды. Түсінде Мұқанды көреді, оянғанда болыс. Бірде Арман іссапарға кетті. Жамал жалғыз қалды. Сол түнде Мұқан хабарласты. Келгім келеді. Болмайды, тек сөйлесейік. Келді, шынында сөйлесті. Бірақ сол сөйлесудің арты үнсіз опасыздыққа айналды. Жамал енді екі өмір сүріп жүр. Күндіз Арманның әйелі, тыныш, мәдени, әдепті өмір. Кешкілік Мұқанның құшағында. Асау, күйдірер, қауіпті құмарлық. Бірақ енді бұл жағдай Жамалды шаршата бастады. Қарапайым шындықпен өмір сүргісі келетін. Арман оған болашақ сыйласа, Мұқан өткеннің тұтқыны еді. Сен мені ешқашан босатпайсың, иә, деді Жамал Мұқанға. Сен өзің мені босатқың келмейді, деді ол жай ғана. Жамал өзіне өзі өтірік айтып үйреніп алды. Соңғы рет кездестім, бұл енді қайталанбайды, Мұқан мен үшін жабылған тақырып деп. Бірақ телефон шылдыр еткен сайын жүрегі атша тулап, жылап тұрған баладай елеңдейді. Ол жақсы әйел болуға тырысты. Арманның алдында шын ниетпен күлді. Бірақ ішкі жүзік сол баяғы Мұқанның атын жазып қойған еді. Сен біртүрлісің, деді Арман. Жоқ, бәрі жақсы, деп жауап берді Жамал, көзіне тіке қарай алмай. Сол түні Мұқаннан тағы хабарлама келді. Кел, тыныш жерде кездесейік, бәрін айтып берем. Жамал тағы да үнсіз келісіп қойғанын кейін білді. Қала сыртындағы коттеджде кездесті. Жамал бір кездер осы сәттер үшін өмір сүретіндей көрінді. Мұқан оны құшақтап төбесіне көтеріп сөйлейді. Мен ешкімді сендей сағынған емеспін. Бірақ бәрібір басқаға кетіп жүрсің. Сол түн бәрін ұмыттырды. Ақыл мен ар қысқа уақыт шетке ысырылды. Бірақ таң атқанда Жамал жанындағы жалаңаш күйінде жатқан Мұқанға қарағанда өзін масқара сезінді. Мен не істеп жүрмін? Күйеуі бар әйел өзге еркектің төсегінде жатты. Оның есесіне Арманның жылы құшағы, шыншыл көзі,
Ештеңе білмейтін аңғал сенімі түсті. Жамал өзін қолға алуға тырысты. Мұқанмен байланысын үзуге ниет етті. Телефон номерін ауыстырып, әлеуметтік желіден шығып кетті. Тек өзіне қарауға тырысты. Арман бәрін байқаса да үндемейтін. Бірақ бір түнде Жамал ұйықтап жатқанда телефонына келген белгісіз номерден хабарламаны оқып қойды. Мұқан: сағындым, бір көрейінші. Сен менікісің ғой. Арманның жүрегі сол сәтте шым ете түсті. Ұйықтап жатқан әйеліне ұзақ қарады. Бір сәт бәрін айтқысы келді, бірақ үнсіз қалды. Мені сатып жатқанын біліп тұрып, қалай сүйемін? Мұқан қайта хабарласқан жоқ, бірақ Жамал соған үйреніп қалған еді. Әлгі құмарлықтың жоқтығы жанын кемірді. Тіпті тыныштықта оны жұбата алмады. Арманмен қарым-қатынасы салқындай бастады. Сенің денең менде, ал жүрегің алыста, деді Арман бір күні. Жоқ, мен сені сүйгім келеді, деді Жамал. Сүйгім келеді деген сөздің өзі үмітсіздікті көрсетіп тұр, деді. Жамал Мұқанға тәуелді екенін сезді. Бұл махаббат емес, әлсіздікке құлдық ұру еді. Бір күні Арман Жамалға қарап: маған өтірік айтып жүрсің бе, деді. Жамал не дерін білмеді. Бойын діріл басып кетті. Арман үнсіз планшетті алға жылжытты. Онда Жамал мен Мұқанның мейрамханадағы алдындағы сүйретіп тұрды. Танысының бірі түсіріп жіберіпті. Сен мені таңдаған жоқсың, сен әлде қашан оны таңдағансың, деді Арман. Жамал үнсіз отырды. Бір кезде кешір мені, деді, бірақ дауысы тым әлсіз шықты. Арман орнынан тұрды. Кетіп бара жатып: сен өзіңді де, мені де алдадың. Бірақ ең жаманы, сен өзіңе сенбей қалғансың. Арман кетіп қалды. Сол түні заттарын үнсіз жинап, бір сөз айтпастан шығып кеткен. Жамал тек артынан есіктің жабылған даусын ғана естіді. Бұл көзге көрінбейтін, бірақ жүректі жаралайтын дауыс еді. Келесі аптада Жамал Мұқанмен кездесуге ниеттеніп қайта хабарласты. Бірақ бұл жолы ол жауап бермеді. Жауаптың орнына Жамал Инстаграмда Мұқан мен бейтаныс қыздың үйлену тойынан фотосуреттерді көріп қалды. Үйленді, деп дауыстады. Дауысы дірілдеп, қолындағы телефонын тастай салды. Ол бір сәтте бәрінен айырылды. Екеуінен де. Жамал үй ішінде жалғыз қалды. Диванда отырып сағаттар бойы қозғалыссыз қалатын күндері көбейді. Телефон үнсіз, қонақ жоқ. Тек күмілжіген естеліктер мен қаңыраған бөлмелер ғана. Мен кіммін енді, деп сыбырлады. Баяғыда бұл үйде күлкі болатын, енді тыныштықтан құлаған тұтанатын. Айнаға қарағанда өзіне өзі жат адам көрінеді. Сұлулық бар, бірақ жан жоқ. Махаббаттан айырылған әйел тірі, бірақ іштей өлген күйде жүретін сол сәт сезді. Бір күні Жамал ескі күнделігін тауып алды. Бұрынғы жазбаларын оқи бастады. Онда бала күніндегі арман қиялдар, студенттік шақтағы үміттер, бақытты болуға деген сенім бар еді. Көз жасы сорғалап түсті. Мен қай кезде өзімді жоғалттым. Сол сәттен бастап ол психотерапевтке баруға шешім қабылдады. Жамал сырттай сабырлы көрінгенімен іштей мүлде басқа күйде жүрді. Дәрігер, кітап, жаттығу оған көмектеспеді. Бірақ бос жүрек бос күйінде қала берді. Кешкісін жуынатын бөлмеде ұзақ тұрып, ұзақ ойланды. Айнаға қарап отырып сыбырлап айтты: болды. Содан соң сөреге көз салды. Дәрі қобдишасынан ұйқыға арналған ауыр дәрілерді алып шықты. Тізбектеп отырып жұтты. Дәрігерлер тапқанда ол есінен танып қалған еді. Жамал есін аурухананың ақ төбесін көрді. Жанында отырған дәрігер сұрады: жақыныңыз бар ма? Кімді шақырайық? Жамал көзін әрең ашып ақырын: Арман, деді. Ол шынымен келеріне сенбеді, бірақ Арман келді. Жамал жансыз бозарып жатқан. Арман оның қолын ұстап ұзақ отырды. Тым ұзақ үнсіздік. Бір кезде Жамал әлсіз жымиып: сен келдің бе? Кетіп қалайын деп едім, бірақ тоқтай алмадым, деді Арман жай ғана. Ауруханадан шыққанда Арман оны үйіне жеткізді. Үй ішінде үнсіз жүріп, көрпесін жауып берді. Кетіп бара жатқанда Жамал орнынан тұрып, оны арт жағынан құшақтай алды. Арман, қалшы. Маған ешкім сен сияқты керек емес. Арман үнсіз бұрылды. Оның көзіне тік қарап, жүзіне жақындап келіп, кенеттен сүйіп кетті. Бұл сүйіс өткеннің өшпеген ізіндей, өкпе мен сағыныштың қосындысындай. Сол түні екеуі жақындасты. Бірақ бұл жай ғана тән емес еді, жанмен қосылу секілді. Бұрынғы қарым-қатынастарда мұндай ашық, шынайы, құмарлық пен жан тебіренісі қатар жүрген түн болмаған. Таң атып келе жатты. Жамал ояна сала Арманға қарап жымиып: бәлкім бәрін қайта бастармыз, сен мені кешірдің ғой, иә? Арман киініп жатқан, үнсіз, көзіне қараған жоқ. Бетіне салқын қабақпен қарады.
Мен тек нәпсімді жеңе алмадым, Жамал. Арман, мен саған керекпін, өтінем, қалшы. Жамал орнынан тұрып, оны қайта құшақтады. Бірақ Арман оны ақырын итеріп, көзін тайдырмай, мен сені кешіре алмаймын деді. Сол сөзді айтып, есікті ашып, ештеңе қоспастан шығып кетті. Жамал сол жерде жалаңаяқ, көз жасына тұншығып тұрып қалды. Артынан жүгіріп шықпақ. Бұл жолы жоқ. Өйткені бұл соңғы шындық еді. Арман кеткен түнде Жамал көзіне жас алып, тұншыққан күйде бөлмесіне кіріп кетті. Бітті деді өзіне. Бірақ ол шын мағынасында біткен жоқ еді. Сол түн есікке тағы бір хабар келді. Мен сені көргім келеді, үндемей-ақ көзіме қарап отырсаң болды, деді Мұқан. Жамал іштей қарсы тұрғысы келді, бірақ жүрегі әлсіз. Тіпті сол сөздердің өзінен жылу іздеді. Келісіп қойғанын өзі де аңғармай қалды. Келді, сол баяғы жылтыр күлкі, тәтті сөз. Сағынып кеттім, деді Мұқан қолын созып. Үйлендің ғой, деді Жамал сұрағы тамағында тұрып. Мұқан жауап берген жоқ, тек құшағына тартты. Мойнынан иіскеп сүйіп, ақырын төсекке қарай итерді. Сол түні тән жақындасты. Жамал көзін жұмып тұрып ойланды. Мен не істеп жүрмін? Бірақ кеш болды. Мұқан жатып қалмады. Таң атар атпастан киініп үнсіз кетті. Қоштаспады. Жамал төсекте жалғыз жатты. Дене шаршаған, жүрек жыртылған. Ол өзінің денесін алғаш рет жек көрді. Айнаға қарап тұрып, сен құндызсың, деді. Сен бәрін саттың, өз қадіріңді, махаббатыңды, үмітіңді. Сол сәттен бастап 10 күн бойы ешқайда шықпады. Терезені жапты, тамақ жемеді, телефонын өшірді. Бұл тірі адамның өлуімен тең кез болды. Кеудесін басқан бір түрлі жайсыздықты сезді. Бас айналу, жүрек айну. Ақыры дәрігерге барды. Жүкті. Жамал сілейді. Қалай, қашан, кімнен екенін білмейді. Арман ба, Мұқан ба? Екеуімен де тым жақында болған. Бір-біріне жалғасқан түндер. Мен енді не істеймін, деді өз-өзін жалғыз отырып. Ол көп ойланды, шыдай алмады. Арманға да, Мұқанға да хабарласқысы келді. Бірақ кейін бәрін үнсіз шешті. Бір түнде бүкіл затын жинап алды. Телефон номерін өзгертті. Әлеуметтік желілердегі парақтарын өшірді. Қаладан кетті. Қайда баратынын нақты білмесе де, кету керек екенін түсінді. Бұл қаладан емес, өткеннен кету. Қаланың шетінде бір жалдамалы пәтерге орналасты. Ешкім танымайды, ешкім күтпейді. Айна алдында отырып ішін сипады. Сен менің жалғызымсың. Мен сенімен қайта тірілемін. Сен үшін ғана өмір сүрем. Жамалдың көзінен алғаш рет таза жас келді. Бұл үміттің жасы еді. Жаңа өмір енді оның ішінде өсіп келеді. Жамал енді өткенге қарап өзін аяған жоқ. Тек енді ешкімге үміт артпауды, ешкімге өзін дәлелдемеуді шешті. Ол енді тек бір адам үшін өмір сүрді. Жүрегінің ішінде бүлкілдеп жатқан жаңа тіршілік үшін. Көз алдынан Арман да, Мұқан да бір сәтке жылт етіп өтеді. Бірақ олар енді маңызды емес. Жамал енді ешкімнің мейіріне, назарына, махаббатқа зәру емес. Ол өз-өзін қабылдады, кешірді. Босаған жүрек нағыз бостандық. Кішкентай пәтердің терезесінен түсіп тұрған күн шуағына алақанын тосып, сен менің үмітімсің, менің жалғызымсың. Біз екеуміз өмірді бірге бастаймыз, деді ақырын. Сол сәтте оның жүзіне күлкі үйірілді. Қарапайым, бірақ шын күлкі. Көп жылдан бері алғаш рет. Сыртта күзеді. Ағаштар жапырағын төгіп жатты, бірақ Жамал үшін бәрі жаңа көктемге айналды. Ол енді ешкімнің көңілдесі емес. Ол болашақтың анасы. Ол өз тағдырының иесі.